Күн құрметті әріптестер, мен сіздерге күнделікті уақытылы толтыру бойынша әдістемелік нұсқалық көрсетуді жалғастырамын. Бүгін сынып жетекшілерге күнделік кезетте белгілі бір себептермен сабақта болмаған оқушыны жоқ белгісін қоюды үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен күнделік кезетке кіреміз. Оң жақ жоғарғы бөлікте көмек деген батырманы басамыз. Осы жерде әкімшілер мен мұғалімдерге деген арналған нұсқаулықпен танысып аламыз. Материалды бағалау журналын толтыру туралы нұсқаулықты оқып танысып шығамыз. Міне осы жерде көрсеткендей, сабаққа қатысу бойынша Ж кішкентай дәлелсіз себептермен болмауын белгілеу үшін, яғни жоқ деген белгіні білдіреді. Д дегеніміз кішкентай дәлелді себептермен болмауын белгілеу үшін, яғни қандай да бір сұранып кеткен оқушылар болса, немесе бұйрық бойынша босатылып жарысқа кеткен оқушылар болатын болса, Д әріпін, кішкентай әріппен Д әріпін қойсаңыздар болады. Және А кішкентай денсаулығына байланысты болмауын белгілеу үшін, яғни ауырып қалды дегенді білдіреді. К кішкентай сабаққа кешігуін белгілеу үшін қолданылады. Енді біз бұны журналда қалай белгілеп көрсету қажет екендігімізге тоқталайық. Ол үшін жаңағы күнделікке кіреміз. Және осы жерде мектеп деген батырманың ішінен журналдар деген батырманы ашып, журналдарымызды ашып аламыз. Және осы жерден өзімізге қажетті сыныпты таңдап аламыз. Мысал үшін осы жерде 5-ші әсінін көрсетейін. Байқап отырғандарыңыздай алдарыңызда осындай календар шығады. Алдыңғы дегенді бассаңыз, алдыңғы айдың осындай календар шығады. Осы жерден өзіңізге қажетті күнді таңдап алып қойсаңыздар болады. Қазір мен сіздерге біреуін жасап көрсетейін. Мысал үшін бүгін 11-ші желтоқсан күні. Сол күннің үстінен басамыз. Және осы жерде байқап отырғандарыңыздай 1-ші сабақ, 2-ші сабақ, 3-ші сабақ, яғни сабақ кестесі ретімен көрсетілген. Және осы жерде формативті баға және сабақ деп тұрады. Міндетті түрде осы жерде СК деп тұрған, яғни сабақ деп тұрған жерге жоқ белгісін қою үшін, мысал үшін дәлелсіз себептермен жоқ болатын болса, кішкентай Ж әріпін басамын. Егер оны сіз тек қана 1-ші сабақта ғана басатын болсаңыз, ол бір сабаққа ғана көрінеді. Егер барлық сабаққа қою үшін осы жерде жоғарыда көрсетілген кесте бойынша барлық сабақтарға қойып шығуыңыз қажет болады. Дәлелді себеппен болмаған болса, онда кішкентай Д әріпімен осы жерде барлығына сынып жетекшілер осылай қойып шықсаңыздар болады. Ал егер ауырған оқушы болатын болса, онда біз кішкентай А әріпін пайдаланамыз. Ал енді белгілі бір себептермен сабаққа кешіккен оқушы болатын болса, онда К деген әріпті басып, журналда кешіккен оқушыны белгілеп көрсетсеңіздер болады. Және сіздер байқаусызда егер қателесіп осы әріптерді жазып қойған болсаңыз, онда өшіру батырмасын басасыздар. Өшіру себебі жазып көрсетулеріңіз қажет болады. Яғни, мысал үшін, қате салдарынан деп. Кішкентай К әріпіміз осы жерде өшірілді. Егер видео сізге пайдалы болатын болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.